Жирик. Ждам пока что. Қазақша қалай еді? Какая? Как шаг. Театра. Қате жазып қоймайық, ет болып қалар. Ет болып қалар. Су, Арсен не болды? Так. Дұрыс жаздым ба? Дұрыс жаздым. Біреу кетті, енді міне жазайын. Бір минут. Сәлем баршаңызға. Қалдарыңыз қалай? Қазір мен жазып алайын. Ойбай, анам кеттік қой. Үйде отырып атыңызды жаза алмай қаламыз ба, қалай өзі? Қайырлы кеш. Қалайсыздар? Жалпы жағдайларыңыз қалай? Ертегі тыңда балақай. Ертегі тыңда балақай. Кейде осы бірді жақсы жазам, кейде жаза алмай қалам. Жарайды. Қалайсыздар? Қайырлы кеш. Кішкене бір 2 минуттай күтейік. Оқырмандар жиналсын. Маған да ыңғайлы болады. Бірнеше оқырман жиналып отқанда оқыған. Сәлем баршаңызға. Жалпы өзі далада ауа райы қалай болып жатыр? Әумин, Ақтөбе музей. Рахмет. Ал ендеше көп ұзатпай біздерде өзіміздің тікелей эфирімізге көшейік. Кеш жарық, қымбатты оқырмандар, достар, балақайлар, әріптестер, ағалар, апалар. Жалпы Ақтөбе тұрғындары, жалпы Қазақстан азаматтары. Міне біз
Ақтөбе облыстық Алақай Қуыршақ театры күнделікті сағат 19:00-де өзінің ертегі тыңда балақай атты тікелей эфирін жүргізетін білесіздер. Міне бүгінгі кезек маған да келіп қалды. Енді көп ұзатпай ертегімізді бастайық. Ертегі бастамас бұрын міне көптен күткен Рамазан айы да келіп жетті. Баршаңызға Рамазан айы құтты ай болсын. Оразаларыңыз қабыл болсын. Тілеген дұға тілектеріміз, армандарымыз бары орындалсын. Жақсы күндер көп болсын. Ал ендеше біздер өзіміздің ертегімізге көшейік. Мен бүгін хайуанаттар туралы, аңдар туралы ертегі дайындап қойдым сіздерге. Бірінші ертегім Тоқты қошқар, бұзау бұқа, лақ теке деп аталады. Ендеше қолымызға телефонды алып, жайғасып отырып, ертегі тыңдаймыз. Бір қорада Тоқты қошқар, бұзау бұқа, лақ теке үшеуі дос екен. Бір күні күн шыға бере, бөртелақ орнынан атып тұрады да, керіліп, созылып, пысқырынып, ұйқысын ашады. Сонан соң секіріп барып, күйсеп жатқан көк қасқа марқаны сүзгілеп тұрғызады. Содан кейін көк қасқа марқа екеуі бұзауға келеді. Сол кезде лақ теке екі жолдасынан былай дейді: достар, жүріңдер, серуендеп қайталық, анау көрінген сары адыраға барайық. Онда мөлдір бұлақ бар, сүйікті асымыз шөпке тоятын боламыз. Ал Тоқты қошқар да өзінің шөбін теріп жесін. Ал мен тұяғымның қышуын қандырып, тастан тасқа секірейін, және тісімнің қышуын қандырып, қына теріп жейін, дейді. Сөйтіп, достар келсек те, лақ теке бастап, үшеуі жол жүріп келеді. Келе жатып, жолдан бір қап бидай тауып алады. Мұны қайтеміз, дейді қошқар. Сол кезде лақ былай дейді: бұзаудың аузы үлкен ғой, бұзау бұқа бір асасын, ал Тоқты қошқар екі асасын, ал менің аузым кішкентай, мен 3 рет асайын, сөйтіп бәрімізге азық болады, деп лақ теке мүйізімен қапты іліп алып, бұзау бұқаның арқасына салып қояды. Сонан соң лақ бастап тағы да үшеуі жүріп береді. Сөйтіп ауылдан ұзап кетеді. Бұларды айдалада бір көкжал қасқыр көріп қалады да қуалай жөнеледі. Үшеуі қашып отырып, бір жартастың қуысына барып тығылады. Сонан соң лақ теке өзінің жолдастарына былай дейді: біздер былай істейік. Қазір қасқыр үңгірге кіре бергенде, мен мүйізіммен тұмсығын қабырғаға қыса қояйын. Ал Тоқты қошқар, сен сол кезде бар пәрменіңмен қос өкпесін соғып жібер, дейді. Сөйтіп, аузы ырсиған, тілі салақтаған, сілекейі шұбырған, көзі жайнап, ырсылдаған қасқыр үңгірге басын сұға бергенде, лақ теке мүйізімен қасқырды тұмсығынан қыса қалады да: ал Тоқты қошқар, бар пәрменіңмен соқ, тездетіп соқ, деп айғайлайды. Сол кезде Тоқты қошқар шегіншектеп барып, қасқырды қос өкпесінен қабырғаға жапсыра түйіп жібереді.
Қасқыр қан құсып, зар жылап, ойбайлап, үңгірден атып шығады. Бір керемет ұстасы бар екен. Темірден қысқашы бар екен. Қысқасымен қысып тұрып, балғасымен соғып еді, ойбай, өліп қала жаздадым. Деп тұмсығын көкке көтеріп ұлиды. Сөйтіп Тоқты Қошқар, Бұзау Бұқа, Лақ-теке үшеуі жалма-жан үңгірден шығады да әрі қарай қашады. Үшеуі қасқырдан аман-есен құтылып, жайраңдап келе жатады. Жолдан бір өлген түлкіні тауып алады. «Мә саған, мұны қайтеміз?» дейді Тоқты Қошқар. Сол кезде Лақ-теке былай дейді: «Керек болар, бұны да Бұзау Бұқаның арқасына салып алайық», деп Лақ-теке мүйізімен іліп алып, Бұзау Бұқаның арқасына арта салады. Үшеуі келе жатса, бір үйден домбыра тартып, ән салған дауыс естіледі. Лақ-теке айтады: «Жүріңдер, кіріп көрейік», дейді. Сол кезде Бұзау Бұқа: «Ай, қош, кірмей қояйықшы», дейді. Лақ-теке болмаған соң, ақыры үшеуі үйге кіреді. Қолдарындағы өлген түлкінің терісін есіктің босағасына тастай салады. Ал үйде қасқыр, аю, түлкі үшеуі думан құрып отыр екен. Қасқыр домбыра тартып, түлкі өлең айтып, ал аю екеуіне құлақ салып отырады. Бұларды көре салып, түлкі қуанып кетеді. Домбыраны қасқырдың қолынан жұлқып алып, өлеңдете сарнай жөнеледі. Шіңгір, шіңгір, шіңгірлеп, аю біздің апамыз, қасқыр біздің қабан би, түлкі біздің түмен би. Шіңгір, шіңгір, шіңгірлеп, бұзау біздің неміз, тоқты біздің неміз, лақ біздің неміз. Шіңгір, шіңгір, шіңгірлеп, бұзау бұқа бір күндік, тоқты қошқар бір күндік, Лақ-теке бір түсті, деп ән салады. Мұны естіген Лақ-теке: «Ендеше әкел бері, мен қазір сізге жауабын берем», деп қолынан домбыраны жұлып алып, былай деп ән салады: «Тіңгір, тіңгір, тіңгірлеп, аю бике терісін астыға сап жыңқылдық, қасқыр бидің терісін илеп-илеп тоңқылдық, түлкі біздің тұмақтық ей», деп тақылдап қоя береді. Сол кезде түлкінің көзі босағада жатқан түлкінің өлген терісін шалып қалады. Сол кезде түлкі қорқып кетеді. Ойбай, бұлар даладағы бүкіл түлкіні қырып келе жатыр екен ғой, деп ойлап, үйден тұра қашады. Мұны түлкінің бұлай қорыққанын көріп, қасқыр мен аю да зыта жөнеледі. Сөйтіп, Тоқты Қошқар, Бұзау Бұқа, Лақ-теке үшеуі аман-есен қораларына қайтып оралған екен. Кем ойлаған, кем ойламас деген мақал осыдан қалған екен. Бұл жерде Лақтың ақылдығы барша қасындағы достарға да, достарына пайда болыпты. Мінекей, қымбатты оқырмандар, менің бірінші ертегім аяқталды. Жалпы, қалайсыздар? Менің ертегім сіздерге ұнап жатыр ма? Рахмет, қымбатты оқырмандар. Маған жақсы комментарий жазып жатқандарыңызға үлкен рахмет.
Рахмет. Сізге де ораза қабыл болсын. Баршаңызға да ораза қабыл болсын. Мінекей қымбатты оқырмандар, сіздер облыстық Алақай Қуыршақ театрының ертегі тыңда Балақай атты тікелей эфирін тамашалап отырсыздар. Сіздермен бірге осы театрдың әртісі мен Оралбай Гаухар Оралбай қызы. Ендеше мен екінші ертегімді бастайын. Менің екінші ертегім сымбатты сиыр жайлы хикая. Ерте заманда жануарлардың ішінде ең жүйрігі де, ең сымбаттысы да сиыр болыпты. Сиырға ешбірі де ілес алмайды екен. Оның әдемілігінде сөз жоқ болыпты. Солай келе-келе сиырға менмендік, өркөкіректік, мақтаншақтық пайда болады. Бірде ол жайылымда жүрген жылқыға кездесіп: «Ей, ашқарақ, менің сөзіме құлақ сал. Сен өмірі күйіс қайтармайсың. Жетер осы жайылғаның. Одан да менмен жарысасың ба?» дейді сиыр. Мұны тыңдап жылқы: «Мейлі, жарысайық» деп келісімін береді. Сөйтіп олар өздеріне межелі жерді белгілейді. Ал жолдың ортасында кәдімгі суыр жарысқандарға су беріп, дем беріп отырады екен. Әп дегеннен ақ, жарыс басталғаннан ақ, сиыр құйрығын шаншып алып, жылқыдан озып кетеді. Сөйтіп, шауып келе жатып, орта жолда суырға кездеседі. Сол кезде суырға көкіректеніп: «Ей, суыр пасық, су қайда?» дейді. Бұндай пасықтанып сұраған сөзге засы келген суыр: «Сиыр пасық, су мұнда» деп әбден тұрып қалған, иістеніп кеткен, боржып кеткен суды сынады. Асығып шауып келген сиыр ештеңеге қарамастан сіміріп салады да, тарсылдатып әрі қарай шауып кетіпті. Сиыр бір қырдан асқан соң, жылқы да суырдың қасына ендігіп жетіп келеді. Суырға: «Суыр сұңқар, су қайда?» дейді. Бұған риза болған суыр: «Жылқы тұлпар, су мұнда» деп риза болып, жылқыға сап-салқын, тап-таза, мөлдір суды ұсынады. Осындай салқын, таза су ішіп алып, бойын ширатқан жылқы сиырдан озып, межеге бұрын жетеді. Міне содан бері жылқы баласы сұлу да сымбатты жүйрік болыпты. Ал сиыр сол оқиғадан кейін демігіп жүгіре алмай, шабан жүрісті болып қалған екен. Мақтанып жүрмей, сақтанып жүр деген мақал осыдан қалған болар өсірі. Міне менің екінші ертегімде аяқталды. Қалайсыздар? Комментарий жазып отырыңыздар. Мен сіздерді оқуға, сіздердің комментарияларыңызды оқуға тырысамын. Ендеше олай болса, біз үшінші ертегімізді бастайық. Сіздердің
Назарларыңызда Ақтөбе облыстық Алақай қуыршақ театрының ертегі тыңда балақай атты тікелей эфирі. Ал менің үшінші ертегім түлкі мен қасқыр деп аталады. Ертеде бір шал мен кемпір болыпты. Балалары жоқ, екеуі ғана өмір сүріпті. Бір күні шал: «Әй кемпір, бүгін бәліш пісір, ал мен біраз балық аулап келейін» деп киініп, шананы артқа ерттеп, балық аулауға кетеді. Түс қайта аулаған балықтарын шанаға тиеп, үйіне қайтады. Сөйтіп, жолда өтірік өліп жатқан қу түлкіні көреді. Қуанып кеткен шал: «Мінекей олжа, бұл түлкіні кемпіріме апарып берейін, тонына жаға қылып алатын болды» деп ойлайды. Жерге түсіп, түлкіні балық толы шанасына көтеріп жатқызып, өзі атын жетектеп үйіне әрі қарай аяңдайды. Ал бұл кезде түлкі уақытын босқа жоғалтпай, балықтарды бір тіндеп жол жөнекей шанадан тастап отырады. Қулықпен тапқан олжасын түгел лақтырып болған соң, түлкінің өзі де түсіп қалады. Ал бұл жағдайды шал білмейді. Үйіне жеткен шал: «Кемпір-ау, бері келші, саған әкелген сыйлығым бар» дейді. Сол кезде кемпір: «Қане, ол қандай сыйлық?» деп сұрайды. «Әне, үйілген балықтардың үстінде тоныңа әдемі жаға жатыр» дейді шал. Бос шананы көрген кемпір ашуланып: «Әй, қу шал, сен немене, мені алдамақшы болдың ба?» деп шалдың жер-жебіріне жетіп айғайға басады. Содан шал балықтың да түлкінің де жоқ екенін көріп, алданғанын біледі. Өкініштен санын ұрғылап қалады. Ал бұл кезде қу түлкі балықтарды барлық жерге жинап, рахаттанып жеп отыр. Ал оларға, түлкіге, аш қасқыр келіп, қасына келеді. «Ей, амансың ба, түлкіжан?» дейді. «Амансың ба, қасқыр аға?» «Ей, балығыңнан маған да берсеңші?» «Жоқ, бере алмаймын. Өзің аулада жей бер». «Ей, ойбай-ау, мен аулауды білмеймін ғой». «Оның еш қиындығы жоқ. Өзеннің ортасына барып, мұзды ойып ал да, сол жерге құйрығыңды сал. Құйрығыңды салып отырып, қармаққа ілінші, үлкені мен кішісі десең болды, балықтар өздігінен құйрығыңа жармасады. Міне осылай құйрығыңды балықтармен бірге суырып аласың. Тек ол үшін ұзақ отыру керек» дейді түлкі қуланып. Аңқау қасқыр түлкінің айтқанын екі етпей орындайды. Өзенге барып, мұзды ойып, құйрығын суға салып: «Ей, қармаққа ілінші, үлкені кішісі, қармаққа ілінші, үлкені кішісі» деп қайталап отыра береді. Қасқырдың соңынан өзенге түлкі де жетеді. Сыртынан бақылап отырған ол: Отыр, құйрығым мұз боп қатсын, бұйрығым» дейді. Түлкінің сөзін шала естіген қасқыр: «Ей, түлкіжан, сен бір нәрсе дедің ба?» деп сұрайды. «Жоқ, мен жай көмектесіп жатырмын да» дейді түлкі. Сөйтіп қайтадан: Отыр, құйрығым мұз боп қатсын, бұйрығым» дейді түлкі қулана күліп. Осылайша қасқыр түні бойы тапжылмай балық аулап отыра береді. Судағы құйрығы қатып, ауырлаған сайын: «Ой, балықтар екен, құйрығыма балық жабысып жатыр екен.
не болса да шыдап құйрығын мол балықпен ораламын деп ойлап қасқыр отыра береді. Таң бозарып таң атқан кезде қасқыр олжасын суырып алып үйіне қайтпақшы болады. Бірақ әбден мұз қатқан құйрығы судан шықпайды. Ары тартқылап, бері тартқылап көреді, шықпайды. Ұзақ отырғаным дұрыс болды. Жақсылап болып, бір тоятын болдым, құйрығым толған балық болар, дейді өзін-өзі жұбатып. Ал бұл кезде өзенге су алуға ауылдың бір топ қыздары келеді. Қасқырды көріп, ойбай, қасқыр, ұры қасқыр, ана қасқырды ұстаңдар, қанеке тез етіңдер, ұстаңдар, деп қыздардың барлығы айғайға басады. Барлығы қолдарына түскен заттарымен, қолдарындағы шелектерімен, иінағаштарымен соққылай бастайды. Тоқпақтың астында қалған қасқыр алы жұлқынып, бері жұлқынып, ақырында құйрығын жұлынып, құйрығы мұзда қалып, өзі алды-артына қарамай безіп қашып кетеді. Сөйтіп қашып келе жатқан кезде, ай, қаппалем түлкі, қолыма түссең оңдырмаймын, деп ойлайды. Ал қу түлкі болса, бұл кезде де уақытын босқа өткізген жоқ. Осындай айғай-шуды пайдаланып, ауылдағы бір үйге ұрлыққа түседі. Қорасына кіріп, тапқан тамақты жеп, тұмсығын ұнға малып шығады. Сонан соң қулығын асырмақ болып, тағы да өтірік өлгенсіп жолға жата қалады. Ал осы кезде тілі салақтап, шаршап, құйрығынан айырылған қасқыр келіп түлкіні көреді де, ал түлкім, иманыңды үйре бер. Қазір сен маған балық аулауды үйреткенің осы ма? Мен сені қазір соққыға жығамын. Сен мені де соққыға жықтырдың, деп айғайлап жатқан кезде түлкі, Қасеке, сабыр. Сенен қан ақса, менің миымды шашты. Міне қарасаңшы, деп тұмсығындағы ұн жағылған ақтаңдақ ұнды көрсетіп өтірік мүләйімсейді. Сол кезде қасқыр түлкінің тұмсығын көріп, шын миы мұрнына жағылып қалған екен деп ойлап, ойбай, саған менен де қиын болған екен ғой. Жарайды ендеше, ойбай, кел арқама мін, мен сені үйге жеткізіп салайын, дейді қасқыр. Айласын асырған қу түлкі қасқырдың үстіне отырып алып, былай деп әндетеді. Соғылған соғылмағанда қасқыр арқалап келеді, деп өлең айтады. Сол кезде қасқыр, ойбай-ау түлкіжан, не деп келесің, деп сұрайды. Сол кезде түлкі, ой Қасеке, мен ән айтып келе жатқаным ғой, соғылған соғылмағанды арқалап келеді Қасекең, деп алдайды. Мұны түсінбеген қасқыр осылай арғалап, ал құйрығынан қан сорғалап, түлкіні үйіне жеткізіп салыпты. Осылай қу түлкі өзінің айласын іске асырған екен. Ал аңқау қасқыр осылай түлкінің алдағанына сеніп қалыпты. Мінекей оқырмандар, менің 3-ші ертегім де аяғына келіп жетті. Менің ертегім ұнап жатса, жақсы деген комментарий жіберіңіздер. Сіздермен бірге тікелей эфирде болған Ақтөбе облыстық Алақай қуыршақ театры және сіздермен бірге Гауһар Оралбай қызы ертегі оқып берген болатын. Мінекей достар, бізге берілген уақыт аяқталып қалды. Баршаңызға тағы да ораза қабыл болсын деймін. Рамазан айы осы өмірдегі ең ғажап ай болсын.
қуанышқа толы ай болсын, бақытқа толы ай болсын, жақсы жаңалықтарға толы ай болсын деймін. Енді міне бұйырса, ертең осындай уақытта сағат 19:00-де ертегі тыңдап алақай атты тікелей эфирде менің әріптесім, театрдың жас талантты актері Орынбасаров Әлішер сіздерге өзінің ертегісін оқып беретін болады. Олай болса, мен сіздерге кештеріңіз қайырлы болсын, түндеріңіз тыныш болсын деймін. Үйде болыңыздар, аман болыңыздар. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Біз сіздерге келесі кездескенше сау болыңыздар дейміз. Сау болыңыздар.